Уа Раббымыз, оларға өз араларынан өзінің аятында оқып ашып түсіндіретін, кітап пен хикметті үйрететін, яғни кітаптағы иләһи пәрмендер мен тыйымдардың хикметін һәм жаратылыс пен құбылыстардың мән мақсатын ұғындыратын және оларды күнә атаулыдан арылтып, тазартатын елші жібергейсің. Шүбәсіз сен ұлысың, бәрінен үстемсің һәм әр ісің мен әрбір үкімін көптеген хикметтерге толы болған асқан даналық иесісің. Ибраһимнің дінінен сенімі, жолы һәм өмірлік ұстанымдарынан өз-өзінен ақымақтық пен надандыққа бой алдырып, ғапылдыққа салынған адамнан басқа кім бас тартады? Ант етеміз, біз бұл дүниеде адамдар арасынан осынау міндетке Ибраһимді таңдадық және оны күнәдан, кемшіліктен пәк қылдық. Шүбәсіз ол ақыретте де ізгі жандардың қатарынан ойып тұрып орын алады. Раббысы оған жан тәнімен мойысын дегенде, ол бірден әлемдердің Раббысына жан тәнімен мойысындым деген еді. Ибраһимнің бұл дінді өз ұлдарына өсиет еткеніндей, немересі Яқуб та ұлдарына: балаларым, шүбәсіз Алла сендер үшін бір Құдайға ғана мойынсынып құлшылық етуге шақыратын осы дінді таңдады. Ендеше өмір бойы бір Аллаға ғана мойынсынып, ажалдарын келгенде де кәміл мұсылман болып қана жан тапсырыңдар, басқаша өлмеңдер деп өсиет айтты. Ей Исраил ұрпақтары, әлде Яқуб пайғамбарға ажал жетіп, ұлдарынан: мен дүние салғаннан кейін кімге құлшылық етесіңдер деп сұрағанда, сендер соған куә болып па едіңдер? Сонда ұлдары: біз сенің Тәңіріңе, ата-бабаларын Ибраһим, Исмаил және Исхақтың Тәңірі болған жалғыз Құдайға табынамыз. Біз оған қалтқысыз мойынсұнған мұсылманбыз деп жауап берген еді. Олар да өз алдарына бір үмбет еді. Келді де кетті. Олардың бұл дүниеде тапқаны, яғни істеген істерінің қарымы өздеріне, сендердің тапқандарың өздеріңе тиесілі. Сендер олардың істеген істері үшін жауапқа тартылмайсыңдар. Сондай-ақ яһудилер яһуди болыңдар, ал христиандар христиан болыңдар. Сонда ғана тура жолды табасыңдар дейді. Сен оларға жоқ күпірлік пен Аллаға серік қосудан аулақ болып, таухид сенімі негізінде Ибраһимнің дінін ұстанғанда ғана тура жолда боласыңдар деп айт. Ибраһим әсте мүшриктердің қатарында болған емес. Уа иман келтіргендер, сендер де біз бір Аллаға, бізге түсірілген уахиге, сондай-ақ Ибраһимге, Исмаилға, Исхаққа, Яқубқа және оның ұрпағынан шыққан пайғамбарларға түсірілген Мұса мен Исаға берілген және барлық пайғамбарларға Раббылары тарапынан берілген иләһи кітаптарға иман келтірдік. Олардың пайғамбарының ешбірін бөліп жармаймыз. Бәріне бірдей сенеміз. Біз бір Аллаға ғана мойынсұнған мұсылманбыз деп айтыңдар. Егер олар, яғни өздерін тура жолдамыз деп есептейтін кітап иелері, сендер иман келтірген ақиқаттарға дәл өздеріндей иман келтіретін болса, онда олардың тура жолды табатыны сөзсіз. Ал егер ақиқаттан сырт айналса, онда олардың талас тартыс пен алауыздықтан көш ашпасы шүбәсіз. Уа Мұхаммед, мұндай жағдайда сені олардың жамандығынан сақтаушы ретінде бір Алла жеткілікті. Ол Сәмих, бәрін естуші, әлим, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Уа мүміндер, сондай-ақ біз дін мәселесінде кейіннен жағылған жасанды бояумен емес, Алланың күллі жаратылысты боялған, сыры кетпейтін табиғи ислам бояуымен боялғанбыз. Алланың бояуынан артық бояу кімде бар? Яғни Алланың дінінен артық қандай дін бар? Міне, сондықтан да біз оған ғана құлшылық етушілерміз деп айтыңдар. Уа Мұхаммед, өздерін ғана тура жолдамыз деп санайтын кітап иелеріне, біз Алланы сүйікті де таңдаулы пенделеріміз деп, бізбен Алла жайында көрісіп шекіспексіңдер ме? Анығына келгенде, Алла біздің де сендердің де Раббыларың. Дін мәселесінде бізге не бұйырса, сендерге де соны бұйырады. Егер алған беттерінен қайтпайтын болсаңдар, онда біздің істегендеріміз өзімізге, сендердің істегендерін өздеріңе, әркім өзі үшін жауап береді. Біз сеніміміз бен барлық іс-әрекеттерімізде
оның бұйрықтарын басшылыққа алып, оның разылығына бөленуді ғана көздейтін ықыласты жандармыз деп айтыңдар. Ей кітап иелері, әлде сендер Ибрахим, Исмаил, Исхақ, Яқуб және оның нәсілінен Исраил руларына жіберілген пайғамбарлар яхуди еді, немесе христиан еді дейсіңдер ме? Оларға кімнің кім екенін сендер жақсы білесіңдер ме? Жоқ, әлде Алла жақсы біле ме де? Әсілі олар кімнің кім екенін біледі, алайда қасарысып білмейтіндей сынай танытады. Қолында Алладан келген ақиқат тұрғанда, сол ақиқатқа куәлік етудің орнына оны жасырғаннан асқан залым бар ма? Алла сендердің не істеп не қойып жүргендерінен бейхабар емес, һәм істеріңе немқұрайлы қарамайды. Олар да өз алдына бір үмбет еді, келді де кетті. Олардың бұл дүниеде тапқаны, яғни істеген істерінің қарымы, өздеріне сендердің тапқандарын өздеріне тиесілі. Сендер олардың істеген істер үшін жауапқа тартылмайсыңдар. Санасыз ақымақтар, яғни екі жүзділер. Мыналарды осы күнге дейін жүздерін қаратып келген құбыладан, Құдыстағы Ақса мешітінен қайтарған не болды екен деп айтады. Уа Мұхаммед, меніңше оларға шығыста батыста бір Аллаға тиесілі. Құлшылық еткенде қай жаққа қарасаңдар десе, жүзімізді сол жаққа қаратамыз. Ол қалағанын тура жолға салады деп айтты.